Сәлем достар, бүгін түскі шайға өте дәмді жұмсақ пирожки мен сосиска тестоның екі түрін жасаймыз. Ол үшін мен YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттарымыз: жылы суымыз, жылы сүтіміз, ерітілген майымыз, бір ас қасық шекеріміз, жарты қасық тұзымыз және де дрожжымыз қажет. Барлық заттарды жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды жайлап салып, венчикпен араластырып отырамыз. Дайын болған қамырымыздың үстін пісте маймен бір қайтарып жеріп, бетін пищевой пленкамен жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Дайын болды қамырымыз. Қатты ашып кетпеу керек. Дайын болған қамырымызды 75-70 граммнан барлығын алып, столдың үстін майлап, көтерілгенге дейін тағы пищевой пленкамен жауып қойып қоямыз. Қамырларымызды алып, ішіне сосискамызды салып, орап, пешімізге 180 градусқа 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Майға пісетін сосиска тестамыз бен пирожкимізді дайындап, оларды да 10-15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Біз майымызды қыздырамыз. Қызған майдың үстіне сосиска тестамызды салып, жақсылап, қызыл қылып пісіріп аламыз. Пирожкилерімізді де қызыл қылып пісіріп аламыз. Мен сосиска тестам мен пирожкилерім дайын болды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер сіздерге ұнап жатса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.